Ушаты мал жейді, сиыр жейді. Жайлап бастайық па? Бұл жерде не үшін қазып тастаған? Айтайын ба? Мына Сесенов Әмірхан жайылым жердің ортасынан агротекті, ексекті. Міне көрдіңіздер. Ені қанша 1 метр, тереңдігі 2 метр ма міне. Мал құлап, мертігі батыр. Анау күленкілері ұшып батыр. Жайылым жердің ортасынан егістік жер беруге бола ма заң бойынша? Бұл маңайда агротекетін жалғыз осақ. Енді мына ора қаш осы заңға сыя ма жайылым жерді өсіп неғылуға бола ма? Жайылым жерді өсіп қорлауға. Бұл жерге енді мына жерге, мына егіс еккен жерге не бір шөптер енді пәлем қанша жыл бойы? Қазып тастаған үшін 100 жылда да шықпайтын шөптің тұқымдары болады екен бұл жерде. Енді бірдігін мал кетіп қалса, мертігіп құлап жатыр. Жайылым жердің ортасының ой балатта егіс егеді. Ал бұл айтады, мен егістік үшін ағам жайылым жердің ортасынан деп айтады дейді. Ал мен естуімше бұл ұзақта дейді жайылым жері. Соны әдейі егістік жері. Осыны көрсетеді дейді. Мен егістік жері үшін ағам деп. Мақыл алсын айналайын ау. Мына неменеге неғылды. Мен мына жеріне пәленбай жылға дейін шөп өспейді мына жері міне. Егістік егіп қаншама гектар жерді былғап жатыр. Енді менің қыстауымды көрсетіп жатыр, осып қоршап тастаймын дейді. Өте алмайсың дейді. Малың түгіл өзің өте алмайсың дейді. Өстіп орғазып қыстауыңды қоршап тастаймын дейді. Сөйтіп қоқанлоққа қысын көрсетіп отыр маған. Міне жайылым жердің ортасынан егістік егіп отыр, айналдырып тұрып, оны орғасып тастады тағы да. Сол бұда әділдік па, заңға сыя ма, тексеретін құзырлы органдар айналайындар ау. Мына дұрыс па енді? Осы дұрыс па енді? Осы егістік жайылым жердің ортасынан егістік еккені, оны тағы да шыр айналдырып. Ол 1 гектар, 2 гектар емес қой, пәленбай гектар жинап ормен қоршап отыр. Дұрыс, қоршап. Менің естуімше жердің бетіне еге боласың жайылым жердің. Ал бұлай былғауға, оны құртуға, оны жаңағы, не дейді, мынандай орғазуға рұқсат жоқ деп естіген. Енді осыны жаңа түйеші қазып отыр ма? Түйеші Сесенов Әмірхан жаңа маған. Мен ол да айтады, енді дейді, сенің қыстауыңда дейді, жайылым жермен қосып орғазам дейді. Орғаздырықшы екен өзі. Шығамай отырасың дейді. Өстіп, мына ордан шығамай отырасың дейді. Сіз қорқытып отыр ма сөйтіп? Қорқып, қоқанлықпен көрсетіп жатыр. Жай сөйлесті мен, Әмірхан аға, құдайдан ұялмайсыз ба? Біреудің отырған қыстауын маңайындағы жерде неңіз бар, тастап кетпейсіз ба алғаның өзінде де мақұл десем, айтады. Жоқ дейді, мен орғаздырып, үйтіп айта берсем дейді. Ол кісі қайда тұрады? Ол кісі Түркістанда тұрады. Түркістан қаласында ма? Бұл жерде жаңа түйекештер тұрады. Анау соның қыстауы. Мына жерде түйекеш тұрады. Пәленбай гектар жері бар, 1000 гектар жері аздай, енді менің қыстауым маңайын ойып тұр, ортасында қыстауды қалдырған ғой, маңайын бәрін алғайға барасын деген адам қыстап. Солға сол ана түйесіне жайылым керек болды, сат деп жүрген, сатпасақ ал енді деп. Сатпағанда қайға барасың деген нәрсе ғой, көшпегенде қайға барасың деп. Мен көшпеймін, әділдік бар шығар, заң бар шығар, қарапайым адамның сөзін сөйлейтін. Менің өз елімде, өз жерімде құқығым тапталып отыр, бейшара болып отырмын. Енді мен де жететін жерден Астанаға дейін барам, құда қаласа, өсіп жергілікті олында Түркістан облысының құзырлы органдар шешетін шығар деп ойлаймын енді. Жұрттың бәрі мына Әмірхан сияқты құдайдан қорқпайтындар емес шығар. Сол айтарым.